Балалар, келесі біздің өтетін әрпіміз ол ж дыбысы және әрпі. Қайталаймыз кәнеке. Ж дыбысы және әрпі. Балалар, біз ж әрпін көк түспен бояп жатырмыз. Демек, ж дыбысы бізде дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбыс. Жақсы балалар, енді мына суреттегі жұлдызды бояймыз. Мен қызыл түсті таңдадым. Ал сен қандай түсті таңдайсың? Тамаша. Келесі бізде сурет ол жалау. Бірақ мен бұл жалауды Қазақстан Республикасының жалауы етіп салдым. Ортасына күннің суретін салдым және астында қалықтап ұшып келе жатқан қыран құсын салдым. Енді балалар бұны бояу керек, Күн бізде қандай түсті? Дұрыс, сары түсті, балалар? Күнді сары түспен боядым және де жалаудағыдай қыранның түсінде мен сары түске боядым. Енді балалар, жалаудың шетінде бізде ою өрнектер бар, Мен сол ою өрнектерді имитация ретінде салдым, балалар. Ою өрнекке ұқсас өрнектерді салдым. Көк пен көгілдір түстің арасынан мен ашық көк түсті таңдадым. Өйткені біздің туымыздың түсі аспан көк, аспан көк. Сондықтан да мен осы жалауды осылай ішіне күн мен қыранды салып, әп-әдемі өзіміздің Қазақстан Республикамыздың символы туымызды өстіп толықтырып салдым. Үшін аспан көкпен бояп жатырмын. Балапан, сен де ортасына күн мен астында қыранды салсаң, сенде дәл осындай жалау шығады. Қандай туымыз әдемі, балалар? Тамаша. Келесі сурет ол ожау. Ожау. Бұл ожау ағаштан жасалған. Сондықтан мен ағашқа ұқсайтын түстермен бояуға бел будым. Ортасын сарғыш түспен боядым. Бірақ балапан, сен өзің кез келген түсті таңдап сала бересің. Енді балалар, мына ж әріпін біз бастырып жазуымыз керек. Ж дыбысы жазып жатып, балалар іштерінен қайталап отырыңдар. Ж. Мен ж әріпін жазып отырмын. Ж. Қайта-қайта айта берсеңдер, балалар естерінде тез сақталып қалады. Ж. Қолың шаршаса, демалып ал. Құрметті ата-аналар, жұмсақ қарындаш болғаны жақсырақ болады, өйткені балаға қатты қарындашпен жазған қиынырақ болады, қол талады. Сондықтан жұмсақ қарындашты алып береміз балаларымызға. Балалар, мынау мен салып жатқаным кішкентай ж әріпі. Ж. Есімізге салайық, кәнеке. Ж дыбысы және әріпі
дауыссыз дыбыстар қатарына жатады. Дауыссыз дыбыс Ж әрпі. Тамаша, енді балалар, суреттің астындағы 3 нүктені толтыруымыз керек. Сөзді жазу міндетті емес, құрметті ата-аналар, бұл сіздерге түсінікті болу үшін ғана мен қосымша жазып жатырмын. О, жау, ж дыбысы бізде сөздің басында, сондықтан бірінші домалақты боядым. Ортасында негізі бояуға болатын еді. Өзіңіз ойланып, керегін таңдайсыздар. Жұлдыз, ж дыбысы бізде ең бірінші болғасын, бірінші домалақты боядым. Келесі сөз бізде жалау, ж дыбысы бірінші әріп балалар, сондықтан бірінші домалақты бояймыз. Мінекей, тамаша. Барлықтарын жақсы жұмыс жасадыңдар. Ж дыбысы және әрпі. Егер де осы видео сіздерге пайдалы болса, лайк қойып, арнамызға жазылып қойыңыздар балалар. Подписаться сөзін бассаңыз, жанындағы қоңыраушаны бассаңыз, біздің арнамызға жазыласыңдар да, өстіп үйде өздерін үйреніп отырасыңдар. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.